Саламатсыздар ма? Бүгін сіздердің назарларыңызға жоғары математика пәнінен курс дәрісін бастайық деп жатырмыз. Менің аты жөнім Марданова Ләйла Отыржанқызы, Атырау мұнай және София Утебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің профессоры. Бүгінгі қаралатын тақырыбымыз жоғары математикаға кіріспе. Бұл жерде енді жоғары математика курсында қандай тараулар қарастырылатынын қазір қысқаша баяндап беремін. Және бүгінгі өтетін тақырыбымыз сызықтық алгебра элементтері, соның ішінде матрицалар ұғымына дәріс береміз. Енді жоғары математика курсының тараулары бізде қандай маңызды тараулардан тұратын көрсетейік. Ол сызықтық алгебра. Енді сызықтық алгебра бізде алгебраның сызықтық объектілерді зерттейтін бөлім болып табылады. Бұл жерде енді сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін есептеу қолданыста қандай әдістері болатын толықтай зерттеп қарастырамыз. Векторлық алгебра есептемелері, осы жаңағы оған қолданылатын амалдар осы векторлық алгебра тарауында толықтай көрсетіледі. Енді элементар математика барысында бізде жаңағы алгебра және оған жаңа талдау болып, және геометрия деген екі пән мектеп барысында өтілді. Енді жоғары математикалар, соның ішінде жоғарғы техникалық жаңағы оқу орнында бізде жоғары математика курсы өтіледі. Бұл жерде енді ауқымды бірнеше үлкен тараулардан тұратын, осы ең маңызды осы білім алушыларға беретін тарауларымызды осы жерде қарастырамыз енді. Бұдан басқа есептеу математикасы, оған жаңағы математиканың есептеу әдістерін зерттеп қарастырылады. Аналитикалық геометрияда енді жазықтықтағы және кеңістіктегі геометрия, аналитикалық геометрия толықтай қарастырылады. Сызулары көрсету есептемелері қарастырылып дәріс беріледі. Бұдан басқа енді бізде үлкен ауқымды тараудың бірі болып саналады. Ол математикалық талдау болады. Бұл жерде енді әртүрлі сандар жиынын қарастырамыз, және функцияның шегі, элементар функцияларды, функциялардың графигін салу, функцияларды, бір айнымалы функцияларды дифференциалдау, интегралдау, бұдан басқа көп айнымалы функцияларды зерттейміз. Жаңа комплексті талдау, функционалды талдау. Енді нақты сандар жиынында бізде есептеріміз кейбір жағдайда шықпайды, сондықтан комплексті айнымалы функциялар теориясына қолданамыз. Сол енді бөлек, кейбір мамандықтарға бізде бөлек бір семестрлік пән болып өтіледі. Енді функционалдық талдауда сондай бір үлкен ауқымды курс болып саналады. Бұдан кейін бізде енді дифференциалдық теңдеулер үлкен жаңағы тарау болып есептеледі. Дифференциалдық теңдеулер, жай дифференциалдық теңдеулер, оның ішінде жаңағы дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің қолданыстары, жаңа математикалық модельдеу құруда, математикалық физика теңдеулері, соларды біз қарастырамыз. Одан кейін енді қатарлар теориясында сандық қатарлар, функциялық қатарлар, дәрежелі қатарлар, осы қатарларға жіктеу арқылы функциялардың әртүрлі есептемелері көрсетілген. Бұдан басқа енді бізде болжау теориясы деп атаймыз, ықтималдықтар теориясы. Енді ықтималдықтар теориясының қазір қолданылмайтын сала жоқ. Енді көп салада осы болжау теориясы, кездейсоқтық фактор қарастырамыз. Соның әртүрлі заңдылықтарын, есептемелерін осы ықтималдық теориясында толықтай жаңа курс ретінде кейбір пәндер, кейбір мамандықтарға бұл бөлек бір семестрлік
оқулық пәні болып есептеледі. Және математикалық статистика жаңағы қазіргі жағдайда енді көп салада бізде математикалық статистикалық мәліметтерді қолданып, оған математикалық жаңағы зерттеу жүргізіп, әрбір салаға өзінің нәтижелерін шығару, жаңағы математикалық статистиканың керекті заңдылықтарын толықтай осы тарауда біз қарастырамыз. Енді басқалай енді дискреттік математика, есептеу математикасы, бұдан да басқа енді әртүрлі сала, криптография, жаңағы математикалық модельдеудің жаңа магистратура, математикалық әдістермен модельдеу әдістері жаңағы магистранттарға бізде арнайы пән болып өтеді. Енді жоғары математиканың курсынан тарайтын бізде үлкен тараулар бар. Соларды біз енді кейбір мамандықтарға сай, өзінің бағдарламасына сай жеке қарастырылады. Келесі енді бүгінгі тақырыбымыз біздің сызықтық алгебра элементтері. Оның ішінде де ауқымды тақырыбымыз матрицалар. Матрицалардың түрлері, матрицаларға амалдар қолдану бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы болып саналады. Енді сызықтық алгебра бізде кеңінен таралады. Сызықтық ол сызықтық бағдарламалауда, қолданбалы статистикалық талдауда, эконометрикада және математикалық модельдеуде, көп басқа пәндерде, ғылымда біз осы сызық теңдеулер жүйесін есептеу және осы сызықтық кеңістіктерді қарастырып, сызықтық кескіндеу арқылы осы есептеулерге үлкен қолданыста жүретін осы сызықтық алгебра элементтерін біз бүгінгі тақырыбымыз соған арналады. Енді сызықтық алгебрада жаңағыдай қолданылатын негізгі құралдардың бірі бізде матрица болып саналады. Егерде қысқа нұсқа айтатын болсақ, матрица деген ол сандық кесте болып саналады. Егерде толықтай енді анықтамасын айтатын болсақ, енді барлығы М жолдан, М жол деген енді жатық жол болып саналады бізде. Егерде жаңағы А11, А12, одан қарай А1N, ол біздің жатық жол, енді осыдан кейін енді жол деп санаймыз. Жаңағы тік жолды енді баған ретінде, ол мысалға біздің жаңағы элементіміз А11, А21, одан қарай АМ1, ол тік жолды енді баған ретінде келесіде осылай айта береміз. Сонда бізде барлық М жолдан және N бағаннан тұратын кесте түрінде жазылған сандар жиынтығын MN өлшемді матрица деп атаймыз. Матрица бізде жай жақшамен белгіленеді. Бұл квадрат жақшамен немесе параллель екі тік сызықтармен белгіленеді. Матрицаны біз латын әрпі, бас әрпімен белгілейміз, ал ішіндегі элементтері AEG кіші әріппен белгіленеді. AEG индекс A индексі бұл жерде жол индексі болып саналады. Жатық жолдың индексі бірінші тұрады. Ол жаңағы біздің матрицаның ішіндегі элементіміздің орналасуын көрсетеді. Екінші индексіміз бұл жерде жаңағы бағанның индексі болып саналады. Сонымен біздің AEG матрицаның элементтерінің сол матрицаның ішінде қалай орналасып тұратынын көрсетеді. Мысалға А22 элементі А матрицасының екінші жол, екінші баған орнында орналасқан элемент болып саналады. Қысқа нұсқа түрде енді А элементі тең болады кішкене элемент AEG деп бізде белгіленеді. Енді матрица түрлері, қандай түрлері бар бізде? Матрицаның бізде жолдар саны мен бағандар саны әртүрлі болатын болса, ол енді бізде тікбұрышты матрица деп аталады. Матрицаның жолдар саны мен бағандар саны
тең болатын болса, ол енді квадраттық матрица. Біз әлі квадраттық матрица келесі лекцияларымызда тағы да қолданысын көрсетіп, оған қандай сәйкесті сан болатынын көрсетеміз. Келесі анықтамамызда енді барлық элементтері нөлге тең матрицаны біз нөлдік матрица деп атаймыз. Бұл нөлдік матрица кез келген өлшемде болуы мүмкін. Енді нөлдік матрица болғасын, оның барлық элементтері нөлден тұратын матрица болып саналады. Так, енді өлшемдері бірдей екі матрицаны біз тең матрица деп атаймыз. Тең матрица өлшемдері бірдей матрицаның сәйкес элементтері тең болса, онда олар тең матрицалар деп аталады. Так, А матрицасының элементі А и G, Б матрицаның элементі Б и G, оған матрицалардың өздерінің өлшемдері бірдей болатын болса, оған сәйкесті элементтері де тең болады. Енді квадрат матрицаның бас диагональ бойында элементтер нөлден өзге әртүрлі, ал қалған элементтер түгелімен нөлге тең болса, онда ол диагональдық матрица деп аталады. Мына жерде енді біздің матрицамыздың түрі көрсетілген, қандай диагональдық матрица болатын жаңағы өздеріңіз көріп отырсыздар. Так, келесі анықтамамызда бізде енді квадраттық матрицаның бас диагональ бойында элементтері бірге тең болатын болса, онда ол бірлік матрица деп аталады. Оны біз Е матрица деп атаймыз. Енді өлшемі 3-те 3 деп тұр. Енді ол бізде 3 жол 3 бағаннан тұратын матрица. Бас диагональ енді көріп отырсыздар, бас диагональ тек қана элементтері бірден тұрады, қалған элементтеріміз бәрі нөлге тең. Бұл бізде бірлік матрица, енді бірлік матрица болып саналады. Келесі анықтамада бізде енді жол матрица дейміз. Егерде бізде мынандай А матрица берілген болса, тек қана бір жолдан тұратын жаңағы мынандай өлшемді, бұны біз жол матрица деп айтамыз, енді немесе вектор жол матрица деп атаймыз бұны. Бұдан басқа бізде баған матрица дегеніміз бар. Баған матрица егерде бізде тек қана бір бағаннан тұратын матрица болатын болса, бұны біз баған матрица деп атаймыз. Бұны енді көргеніңіздей тек қана бір бағаннан тұрады. Так, егер келесі анықтамада, егер квадраттық матрицаның диагональдарының бір жағында элементтері нөлге тең болып, ал қалғандары нөлге тең емес болса, бұны үшбұрышты матрица деп атаймыз. Үшбұрышты матрица, енді өздеріңіз көріп отқандай, осындай матрица аталады. Так, енді қандай амалдар қолдануға болады матрицаларға? Матрицаларға қосу амалын қолдана аламыз. Ол енді бізде өлшемдері бірдей матрицаларға қосуға алуға болады. Өлшемдері бірдей, енді мысалы 2-де 2, 2 жол 2 бағаннан тұратын екі матрицамыз, немесе 3-те 3, или 3-те 5, 4-те 6, міне сондай өлшемдері бір-біріне бірдей екі матрица болса, бұл матрицаларға қосу, алу амалдарын қолдана аламыз. Мысалға, мына жерде бізде А және Б матрицалары берілсе, онда олардың қосындысы үшінші С матрица болып саналады. С матрицасының элементтері осы А матрицасы мен Б матрицасының қосындысынан тұрады. Енді сәйкесті жол бойынша қосып шығамыз. Мысалға, А бірінші элемент, ол бірінші жол бірінші бағанда тұратын бірінші матрицаның элементі, Б матрицасының осындай жол, осындай бағанның қиылысында тұрған элемент Б1-де-1 элементіне қосамыз. Сәйкесті қалған элементтерде осылай қосылады. Айырмасы да осындай болады матрицалардың. Так, енді мысалды қарастыратын болсақ, С матрицасының қосындысы міне бұл жерде көрсетілген. А матрицасы бізде
екі жол үш бағаннан тұрады. Б матрицамызда екі жол үш бағаннан тұрады. 2/3 өлшемді екі матрица, өлшемдері бірдей болғандықтан біз оларды қосу амалын бұларға қолдана аламыз. Сәйкесті жол элементтері екінші матрицаның жол элементтеріне қосылып, нәтижесінде 1, 4, 9, 3, 2, минус 4 үшінші С матрицасы болады. Так, келесі амалымыз біздің матрицаны санға көбейту болып табылады. Матрицаны енді кез келген К санына көбейтуге болады. Ол үшін біз К санын барлық осы матрицаның ішіндегі элементтерге көбейтіп шығамыз. Матрицаларды көбейткенде оның әрқайсының өзінің элементтері толықтай көбейтіледі. Келесі, енді екі матрицаны көбейту үшін біз екі матрицаны көбейткенде бірінші матрицаның баған саны менен екінші матрицаның жол саны бір-біріне тең болу керек. Немесе екінші матрицаның баған саны бірінші матрицаның жол санына сәйкесті болу керек. Сонда біз осындай матрицаларды біз көбейте аламыз. Келесі заңдылықтар. Енді бұл жерде заңдылықтарды мен қазір қосып қойайын. Бір мысалды көрсетейін сіздерге. Мысалға біз А және Б матрицаларының көбейтіндісін алайық. А көбейту Б матрицасы. Біз 2/2 өлшемді матрицаларды алайық. Өлшемдері 2/2, 2/2. Бірдей өлшемді. Енді бұл жерде көріп отырсаңыздар, бірінші матрицаның жолдар саны екінші матрицаның баған сандарына сәйкесті. Енді қазір қалай көбейтеміз? Біз бірінші А матрицасының элементтерін, жол элементін екінші матрицаның баған элементтеріне көбейтіп, араларын қосамыз. Және де оны баған ретінде жазамыз. Бірінші жолды болдық. Енді бірінші матрицаның екінші жолын әкеліп, екінші матрицаның бірінші бағанының элементтеріне көбейтіп қосамыз. Біз енді қазір екінші матрицаның бірінші бағанын бітірдік. Енді қазір бірінші матрицамызды екінші матрицаның бағанына көбейтіп шығамыз. 1 көбейту 6, қосу 2 көбейту 8. 3 көбейту 6 плюс 4 көбейту 8. Тең болады. Бірінші енді 5 қосу 14, 19 шығады. 15, 6 плюс 16, 22 шығады. 15 плюс 28, 43 болады. Және 18 плюс 32, 50 болады. Бізде мына А көбейту матрицасының және көбейтіндісі мына осындай жаңағы матрицаға сәйкесті болды. Енді бізде жаңағы осы жерде көрінетін оларды. Бұл жаңағы біздің матрицалардың көбейтіндісі. Енді матрицаларды көбейтіндіде бізде мынандай қасиеті бізде орындалмайды. Оны өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Б матрицасына А матрицасына көбейту жаңағы қасиеті орындалмайды. Келесі, енді осы жерде біздің қасиеттеріміз берілген. Қосудың заңдылықтарында бізде орын ауыстыру заңы орындалады, теру заңы да орындалады, матрицаларды қосуға қатысты үлестірім заңы да орындалады. Енді матрицалар көбейту қасиеттерінде бізде теру заңдылығы
орындалады, жаңағы үлестіру заңдылығы орындалады. Тек қана матрицаларды матрицаға көбейткенде ауыстырымдық заңы бізде орындала бермейді. Кейде ол олай көбейту мүмкін емес дейді. И ескерту ретінде айта кететін, матрицаны матрицаға бізде бөлуге болмайды. Міне осындай амалдар қолдана аламыз. Осы матрицаны ары қарай келесі сабақтарымызда қолданып, болашақта біз сызықтық теңдеулер жүйесін есептеуге бір маңызды құрал ретінде осы матрицаларды қарастырып ары қарай жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет.